Саламатсыңдар ма балалар? Қарағанды облысы білім басқармасының өркен мамандандырылған мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Байжантаева Раушан Тілеуліқызы. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз 10 сынып қазақ әдебиеті пәні бойынша Абай Құнанбаевтың Масқұт поэмасы. Бүгінгі біздің сабағымыздағы оқу мақсаттары әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну және көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау және даралау. Енді осы оқу мақсаттарынан шығатын біздің бүгінгі сабақ мақсатымыз ол Құнанбаевтың Масқұт поэмасына сюжеттік композициялық талдау жасай отырып, идеялық мазмұнын ашады және талдайды. Кейіпкерлер жүйесінің даралық және жалпылық сипатын анықтайды. Ал енді балалар, біз өзіміз оқыған Масқұт поэмасының мазмұнын ары қарай түсіну үшін бейне баянға назар аударыңыздар. Абайдың Масқұт дастаны 1887 жылы жазылып, 1909 жылы Петербургте жарық көрген. Шығарма сюжетіне аңыз әңгіме арқау болып, үшінші жақтан баяндалған. Поэма оқиғасы шағын, қатысушы кейіпкерлер көп емес, солардың ішінде кең ашылатын образ Масқұт. Масқұтты автор оқиға басында қайырымды, өжет іс-әрекетімен көрсетеді. Ақ, сары, қызыл жемістен өз таңдауын алған Масқұттың ақылы, парасат, пайымы танылады. Абай кейіпкерін орта дәрежедегі адам ретінде ала отырып, байлық пен ақыл туралы көзқарастары арқылы өз ортасынан ойы озық, адамгершілік сапасы жоғары жан ретінде көрсетеді. Автордың поэма арқылы айтпақ ойы кейіпкерінің ақыл мен байлық туралы пікірінен басталып, қала басына келген зобалаңда көппен бірге ұшуға мәжбүр болған жағдайында айқындала түседі. Автордың Масқұт аузына салатын ақыл байлық туралы пікірі ақынның бірінші қара сөзіндегі ғылым бағу, мал бағу туралы ойларымен сабақтасып жатыр. Масқұт ақыл туралы: ақылды жан табылмас, маған сырлас, көріне тентек, көп надан мойын бұрмас. Әділетсіз, ақылсыз, арсыздарды көре тұра көңілде тыныштық тұрмас десе, байлық туралы: жұрт күндер жұрттан артық байлық үшін, бұлдайды біреу үшін біреу түсін. Не қылса да надандар алмақ тойлар, малан тұрған күйдіріп елдің ішін дейді. Абайдың қартайды қайрат қайтты, ұлғайды арман секілді өлеңдерінен басталған қоғам туралы ойлары қара сөздерінде және поэмаларында сабақталады. Абай 37-ші қара сөзінде: Сократты ушкізген, янна аркты от көртіген, ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім, ол көп, ендеше көпті ақыл жоқ, ебін тапта жөнге сал дейді. Масқұт поэмасында ақын өз заманының мұңын, жақсы менен жаманды айырмас халқының жайын меңзейді. Поэмадан автордың ұстанымы да аңғарылады. Ендігіге не сұрау бұл заманда, ақыл ой ар намыс жоқ еш адамда. Өлген мола туған жер жібермейді, әйтпесе тұрмас едім осы маңда деп. Соқтықпалы соқпақсы жерде өскен жайын, көп ішіндегі бір жалғыздың күйін баян етеді. Поэма 11 буынды қара өлең үлгісімен жазылған. Ал енді балалар, бейне баянды көріп болсақ, ары қарай жетекші сұрақтарға жауап беруге дайындалайық. Жетекші сұрақтар: поэмада қандай мәселе сөз болды? Абай Масқұт поэмасында қандай шығарманың желісімен жазды? Оған не түрткі болды? Және поэманың бас кейіпкері кім? Ол қандай қасиетімен ерекшеленеді? Келесі сұрақ: кейіпкердің қызыл жемісті таңдауынан қандай ой түйдіңдер? Ал енді балалар, сендер жетекші сұраққа дұрыс жауап берді ғой деп ойлаймын. Олай болса, екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма поэманың сюжеттік композициялық құрылысын анықтап,
жоспар бойынша сәйкестендіреміз. Яғни оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі және оқиғаның шешімін екінші бағанда берілген жоспармен сәйкестендіресіңдер. Төмендегі дескрипторды басшылыққа ала отырып тапсырманы орындайды деп ойлаймын. Ал балалар, олай болатын болса, біз осы орындаған тапсырмамызбенен Масғұт поэмасының сюжеті композициялық құрылымымен толық танысты. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл біздің екінші мақсатымыз бойынша 5 қадам әдісінің негізінде поэманың басты кейіпкері Масғұтқа мінездеме беріп, іс-әрекетін даралап жазамыз. 5 қадам әдісінде бірінші қадам Масғұттың бойындағы жақсы қасиеттерді атаймыз. Екінші қадам Масғұт бойындағы жаман қасиеттерді атаңыз. Үшінші қадам Масғұттың ақ және сары жемістен бас тарту себебін анықтаңыз. Төртінші қадам Масғұттың қызыл жемісті таңдау себебін анықтаңыз. Бесінші қадам Масғұттың іс-әрекетіне қатысты өз пікіріңізді айтыңыз. Жазба жұмысында төмендегі берілген дескрипторды басшылыққа аламыз. Жақсы, іске кірісейік. Өте жақсы балалар, сіздер поэманың басты кейіпкерінің даралық мінезін тапты ғой деп ойлаймын. Олай болса, келесі жағдаяттық тапсырмаға назар салыңыздар. Бір күні сендерге де данышпан қария жолығып, ақыл, байлық, әйел, үшеуінің біреуін таңдауыңызды сұрайды. Сіз табыс баспалдағына жету үшін қайсысын таңдар едіңіздер? Жазба жұмыстарыңызда, ой қорытындыңызда төмендегі дескрипторды пайдалануларыңызды сұраймын. Ал жақсы балалар, сіздер жағдаятты өте тиімді шешіп, табысқа жетудің жолын түсіндірді ғой деп ойлаймын. Олай болатын болса, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл тапсырма бізде ой сүзгі әдісі бойынша Абай Құнанбаевтың Масғұт поэмасына төмендегі жүйе бойынша өз қорытындыларыңызды жалғастырыңыздар. Бұл жерде бізге 5 жүйе берілген, 5 қадамдық ұстаным, талдау, салыстыру, бағалау және қорытынды. Әр қадамда клиш сөздер берілген, сол клиш сөздер арқылы төмендегі дескрипторды басшылыққа алып, қорытындымызды жасаймыз. Жақсы балалар, шығарманың мазмұны бойынша біз өз қорытындымызды жасаған сияқтымыз. Сіздерге көп рахмет. Енді сабақтың соңындағы кері байланысқа келетін болсақ, тазалық кері байланысы бойынша бүгінгі тақырыптан алған керекті дүниемізді, ақпараттарымызды чемоданға саламыз. Сабақта керек болмаған артық дүниелерді қоқыс жәшігіне саламыз. Ал бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендерің болса, оны естартқышқа саламыз. Біз бүгінгі кері байланыс жұмысымызда алған ақпараттарымызға тазалық жұмысын жасадық деп ойлаймын. Ары қарай үйге тапсырма белгілеп алайық. Үйге тапсырма Масғұт адамгершілік күрескері тақырыбында әдеби эссе жазамыз. Сөз саны 250 сөз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.